Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Үміт Амангелді түріктің танымал пирожныйын бірге жасайтын боламыз. Бұл пирогқа миксерде, таразы да, қымбат азық-түлікте қажет емес. Ол үшін бір ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Рецепт ұнап жатса достар, лайк басып, комментарий қалдырып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде ескерілетін болады пікірлеріңіз. Және де 1 стақан қантты шетінен сала отырып, араластырып аламыз. Бұл пирогтың тағы бір жақсы жері, қонақ келген кезде тез арада дайын бола қояды. Және де міндетті түрде тұз қосуды ұмытпаңыздар. Себебі кез келген нәрсенің дәмін, қанттың дәмін тұз ашады, тұздың дәмін қант ашады демекші. Міндетті түрде қантты ұмытпаймыз. Және 1 стақан сүтімізді де дәл солай бөліп жақсылап араластыра отырып қосып аламыз. Және ұнымызды да дәл солай бөліктерге бөліп, түйіршік қалмастай етіп жақсылап араластырып, шетіне қосып аламыз. Және келесі кезекте какаомызды қосамыз. Менде алкализованный какао, сондықтан мен 3 ас қасық қосуды жеткілікті деп санаймын. Егер сізде қарапайым какао болатын болса, 4-5 ас қасық қоссаңыз болады. Бұл какаоның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш және 1 шай қасық содамызды қосамыз. Оны какао бізде жақсы басатын болады. Содамызды, яғни гасить ететін болады. Сондықтан оны алдын ала еш нәрсемен басудың қажеті жоқ. Және де жарты стақан ыстық суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып болған соң, біз 50 мл ешқандай дәмі және иісі жоқ таза сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Достар, бұл универсальный бисквит деп айтсам болады. Әмбебап, бұны кез келген тортқа қолдансаңыз болады. Бұл өте влажный, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл өзіңізге ұнайтын болады және тез оңай жасалады. Және алдын ала қыздырылған 180 градуста пешке 30-35 минут немесе құрғақ таяқшамыз шыққанша пісіріп аламыз. Және кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ендігі кезекте өте дәмді заварной қайнатпалы, яғни кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт қажет және сүтке 3 ас қасық немесе өз қалауыңызша, татымынша қант қосып араластырып аламыз. Және оған 2 жұмыртқамызды жарып, оны да жақсылап араластырамыз. Және достар, міндетті түрде бұнда ванильді қантымызды қосуды ұмытпайық. Себебі жұмыртқан жақсы дәм, иіс берген қаласаңыз, қосуға міндетті болады. Менде бұл 7 грамдық ванильді қант және 3 ас қасық кез келген крахмалды қосамыз. Менде бұл жүгері крахмалы. Мен егерде тәтті шайдың заттары болған жағдайда міндетті түрде жүгері крахмалын қосуды ұсынамын. Себебі ол крахмалмен дәмдірек болады. Ішінде түйіршік қалмастай жақсылап араластырып, орташа отымызға қойып, шетінен үзбей араластырып тұрамыз. Асты жабысып қалмауын қадағалап отырамыз. Біртіндеп жақсылап араластырып, міндетті түрде достар тұз қосуды ұмытпаңыздар. Кремдеріңіздің дәмі жақсы керемет болып ашылады. Және қоюланған кезде қараймыз, міндетті түрде крахмалдың дәмін көреміз. Крахмалымыз піскен, егер піскен дәмі болып тұрса, оттан шешіп аламыз да, сары майымызды қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып, осы ыстық күйінде жаңағы піскен бисквитіміздің бетіне кішкене, бұл өзі де сондай важный бисквит болып шығады, бірақ мен рецепт бойынша сүтпен пропитка жасауды шештім. Және рецепт бойынша 250 мл емес, 100-150 алсаңыз жеткілікті. Онда тіпті керемет болып шығады. Мен кішкене ғана алдым.
және осының үстіне жаңағы қайнатпалы кремімізді ыстық күйінде біртіндеп тегістеп жағып аламыз. Тегістеп жақсылап жағылған креміміздің бетіне мен шоколад ерітіп шоколад қосуды шештім. Егер қаласаңыз, сіз жай какаомен де әсемдесеңіз болады. Мен 100 грамм өзіміздің Қазақстан шоколадына 2 немесе 2,5 ас қасық қойытылған сүтті қосып ерітіп алдым және бетіне глазурь ретінде қолдандым. Жақсылап тегістеп жағып алып, мұздатқышқа немесе тоңазытқышқа бір жарты сағатқа шоколадымыздың беті қатқанша күте тұру қажет. Ал мен әдеттегідей күтуге шыдамым жетпей сіздерге тезірек кесіп көрсеткім келді. Және де бірден кесіп дәмін бірге көрейік. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте өз бағасы да арзанға түседі. Және әрқайсыңыздың отбасыңыздың көңілінен шығады деген үміттемін. Достар, сіздермен бірге болған Үміт Амангелді. Назарларыңызға үлкен рахмет.